дарынды 8 қырлы 1 сырлы оқушылар бар мұнда. Бүгінгі күн өнерлілер мен таланттылардың, дарындылар мен көшбасшылардың тоғысқан күні. Seni Апатай, білесіз бе? Бүгін дағы сондай керемет. Кеудесі көтеріліп, босанып тұр. Ал мына қыз аунақтай, көздің жауын алар құқтай. Сондай сұлу, тіпті жапырақтарға жан бітіп, жусанмен босы бұрыласып тұрғандай. Мен осының бәрін түсіндім, Апатай. Апатай, есіңізде ме? Айтушы едіңіз ғой, әркімнің бір ғана көктемі болады деп. Сол рас па? Әркімнің бір ғана көктемі бола ма? Ал меніңше. Ойларыңыздағы өнерлеріңізді, қабілеттеріңізді барынша көрсетуге тырыстыңыздар. Бұл мектептегі дарынды оқушылардың бір 30% ғана деп қабылдарсыздар. Себебі барлық баланы көрсетер болсақ, таңға дейін отыруымыз мүмкін. Әрбір сыныптағы жақсы, қабілетті, дарынды оқушыларды көрсеткіміз келеді әрине. Бұл былай қарағанда айтуға оңай, келіп ән сала салу, бірақ осы балаларды осы күнге дейін дайындау оңай дүние емес. Әр баланың басын құрап, бірнеше баладан би шығарып, ән шығару оңай нәрсе емес. Сондықтан осы бүгінгі өнердің мың түрлі кереметі шығармашылық кешіне үлес қосып, басы қасында жүрген Үміт Сайлаубайқызы келіңіздер. Бұл кісінің еңбегі ұшан теңіз, әрине оңай нәрсе емес. Біткен іске сыншы көп. Барлығында сын айтамыз, мін айтамыз, бірақ соның барлығына дейінгі төккен терді ұмытып кетіп жатамыз. Бұл енді бір бастамасы,
Булар